Баршаларыңызға қайырлы күн достар, сіздермен Динара. Бүгін сіздермен 10-15 минут уақытыңызды алатын таңғы асқа өте дәмді әрі оңай жасалынатын ірімшікті тоқаш дайындайтын боламыз, немесе сырный лепешки деп аталады. Өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жұмыртқаға тұз және сүт құйып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Содан соң ұн қосамыз және венчиктің көмегімен тағы да араластырамыз. Содан соң ірімшікті қосып, тағы да венчикпен немесе лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Осылайша мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Орташа қызып тұрған сковородкаға кішкене май жағамыз. Содан соң бір ожау қамырымызды құямыз. Қасықтың көмегімен тегістеп жағып аламыз. Бір жақ бетін шамамен 2-3 минуттай пісіріп аламыз. Содан соң екінші жақ бетіне ауыстырамыз. Екінші жақ беті тез піседі, сондықтан күйдіріп алмай, қарап байқап отырыңыздар. Осылай видеодағыдай болып пісу керек. Содан соң әр тоқаш піскен соң осылай сары маймен видеодағыдай жағып аламыз. Сонда біздің тоқашымыз өте жұмсақ болып шығады. Осылайша біздің сырный лепешки дайын болды. Өте тез жасалынады. Міндетті түрде таңғы асқа жасап көріңіздер. Жылы күйінде жеуге кеңес беремін. Менде осындай сырный лепешки 7 штук шықты. Бөлген кезде де өте жұмсақ бөлінеді. Дәмі, иісі деген өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Динара. Ас болсын.